өшіріңіздер. Бірінші біз басаймыз, сосын кім ғой, біз кемес бұны. Отыра беріңіз. Доступ берілді, е? Ажыл бетеш бұл. Қайырлы күн, бүгінгі күнге сәттілік, Айыгүз ауданы бастаймыз. Саламатсыздар ма? Бастамас бұрын доступты қазір біз сөйлеген кезде қалай аламыз, соны түсіндірсеңіз жақсы болар еді. Гүлнар Анвархановна, сіздің даусыңыз ақырын естіліп тұр ғой, что-то. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі күнімізге сәттілік. Мен Рахимжанова Нұрзат Қалымтайқызы, номер 1 жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Педагог зерттеуші, еңбек өтілім 21 жыл. Менің авторлық бағдарламамның оқу бағдарламасы негізінде мемлекеттік стандарттан алынды. Математика бастауыш сыныпта математика және логика таңдау курсы жаратылыстану математикалық бағыттың 2 сынып оқушыларына арналған. Жұмыстың мақсаты оқушылардың математика пәніне қызығушылығын дамытуға жағдай жасау. Енді 8 міндет қойдым. Оқушының тұлға ретінде қалыптасуына әсер етуі, ақыл ойын және ерік пен сезім белсенділігін арттыру, логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, математикалық тілде сөйлеу машығын қалыптастыру, оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытып, қызығушылығын арттыру, салыстыруға, қорытынды жасауға үйрету, топтық және жеке іс-әрекеттер тәсілдеріне үйрету, оқушының өз бетімен жұмыс жасауына ықпал ету. Енді өзектілігі біз 3 халықаралық әлемде отандық және жаңартылған білім беру мазмұны бойынша өзекті. Аталған тақырып әлемдік білім беру үдерісінде 20 ғасырдың 50 жылдарынан бері өзекті. Отандық білім берудің сапасын жақсарту, математика пәнінен интеллектуалдық сайыстарға ғылыми жұмыспен айналысып, шығармашылыққа баулу қажеттілігін және математиканы өмірде қолдану өзекті. Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында функционалды сауаттылығын маңыздылығын ескере отырып, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Жұмыстың жаңашылдық дәрежесі білім беру жүйесінде педагогикалық және психологиялық жаңалығы, педагогикалық жаңалығы оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір педагогикалық тәсілді оқыту мен оқу тәсілдерін қалай дамытуға болады деген мәселені шешу үшін оқушылардың білімді қалай игергенін зерттейді. Ал психологиялық жаңалығы математика және логика таңдау курсының интербелсенді әдістері арқылы білім алушылардың есеп шығару дағдысын қалыптастырады. Таңдау курсының мазмұны 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім математика ой жаттығулары 6 сағат берілді. Бұған логикалық тапсырмалар балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты. Шамалар елінде оған 8 сағат, сандарға амалдарын қолдану және есептер оған 12 сағат, көбейту және бөлу сиқырлары 8 сағат бөлінді, жалпы 34 сағат.
Енді бұл әдістемелік әдістерде демонстрациялық әдістер, шығармашылық тапсырмалар, анықтамалық әдістер, енді зерттеу әдістері, жобалау әдістері, сандық модельдеу әдістері, проблемалық оқыту әдістері, интервенциялық әдістер, жүйелік талдау әдістері, құрылымдық әдістер, рөлдік ойын әдісі, группалық жұмыс әдісі, дискуссия әдісі, қадамдық оқыту әдістері, шығармашылық тапсырмада практикалық кейс әдістері, мультимедиялық құралдарды қолдану, баяндау әдісі, тренинг әдісі, сұрақ жауап әдісі, кері байланыс, интербелсенді ресурстарды қолдану әдісі, жобалау әдісі, жұптық жұмыс, зерттеу жобалар әдісі, анықтамалық әдістер, кейс талдау әдісі, теңдеуді шешу әдісі, мультимедиялық құралдар және технологиялар әдісі, ойната отырып ойлау әдісі, ақыл ой карталар әдісі, теориялық және практикалық білімнің үйлесім әдісі, қызықты фактілер әдісі, қайталау әдісі, дидактикалық ойындар әдісі, қысқаша пікірталас әдісі, түсіндіру әдістерін қолданамын. Бұл мақалам, авторлық бағдарламам, менде кемеңгер ұстаз республикалық ғылыми әдістемелік журналда бастауыш сынып оқушыларына математика және логика талдау курсының оқыту ерекшеліктері деген тақырыпта жарияланды. Үздік педагог республикалық ғылыми әдістемелік журналында математика және логика талдау курсының бастауыш сыныптарда оқыту мақаламен жарияланды. Енді осы күтілетін нәтижем оқушылардың тұлға ретінде қалыптасуына әсер етеді, ақыл ойын және ерік пен сезім белсенділігін арттырады, логикалық ойлау қабілеттерін арттырады, математикалық тілде сөйлеу машығын қалыптастырады, оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытып, қызығушылығын арттырады, салыстыруға, қорытынды жасауға үйренеді, топтық және жеке іс-әрекет тәсілдерін үйренеді, оқушылардың өз бетімен жұмыс жасауына ықпал етеді. Осы бағытта мен осы жұмыс жасау барысында осы авторлық бағдарлама оқыған деген сертификатпен марапатталдым, және де өзім педстарт мұғалімдер арасындағы жарыста 3-ші орын алдым. Және алғыс хат, облыстық іс тәжірибемді тараттым, және халықаралық ноябрь айында халықаралық Уоллес 2024 осы бағыт бойынша сертификатталдым. Оқушыларым да көптеген нәтижеге жетіп жатыр. Жаңағы ақбота, кенгуру дипломдармен марапатталып жатыр. Оқушым 3-ші орын облыстық жаралыстану математика бағытында олимпиададан 3-ші орын алды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет сізге. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Касенова Жадыра Еділовна, қалалық көпбейінді қазақ мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларын пирс зерттеуіне дайындау. Қазақстанның халықаралық зерттеуіне қатысуға біріншіден білім беру саласының заманауи талаптарына сәйкес келетін ұлттық білім беру жүйесін жетілдіруге болжайды. Бастауыш сынып оқушыларының халықаралық пирс мәтінді оқу және түсіну сапасын бағалау зерттеуіне қатысу жоспарланған. Бастауыш мектептен бастап балалардың оқудағы негізгі жетістіктерінің бірі ол ақпараттық құзыреттілігінің қалыптасуы. Өйткені бастауыш мектепте алған сапалы білім ары қарай оқуының іргетасы болып табылады. Бастауыш мектеп мұғаліміне бастауыш сынып оқушыларының мәтінмен жұмыс істеу шеберлігінің негізін салуға, яғни ақпараттық дерек көзін білуге, қызықтырған сұрақтарға жауап іздей алуына және таңдап алған мәліметтерді сауатты көркемдеу мен ұсынуды қалыптастыру маңызды. Бағдарламаның өзектілігі оқу сауаттылығын бағалайтын халықаралық зерттеулерде оқу сауаттылығын салыстырмалы пирс зерттеуін оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық қауымдастық жүзеге асырады. Мақсаты көркем мәтінді талдаудағы сауаттылығы мен мектеп оқушыларының оқу жетістігін бағалаудағы педагогикалық өлшеудің эксперименттік және апробациялық халықаралық стандарты негізінде пирс зерттеу жұмысын жоғары сапада ұйымдастыру және өткізуге жол ашады. Міндеті пирс зерттеуінің мақсаты түрлі әлем елдерінің бастауыш сыныптарының негізін түсіну,
деңгейінде сәйкестендіру және ұлттық білім жүйесінің оқу сауаттылығын ашудағы ерекшелігін анықтау болып табылады. Бастауыш сыныптарда көркем мәтінді талдау вариативті курс сабақтарындағы мәтінмен жұмыс арқылы оқу сауаттылығының арттыру, мәтіндегі түйінді ой қамтылған тақырып, оқушының іс-әрекетін басқару, ойлау, ой қорыту, ойын жеткізу, шығармашылығын дамыту, еркін таза сауатты сөйлеу дағдыларын қалыптастырып жетілдіреді. Зерттеу нысаны бастауыш сынып бітірушілерінің оқу жетістіктерін анықтайды. Себебі оқытудың алғашқы 4 жылы нақты барлық білімді және үйрену қабілеттерін шыңдаудың негізі. Мазмұны бойынша білімді табысты жалғастыруда негізгі мектепте әртүрлі мәтіндерді қолдану үшін осы уақыт арасындағы қатысушылар оқып үйрену керек. Бастауыш мектептен бастап балаларды оқытудағы негізгі жетістіктердің бірі ол оқушылардың ақпараттық біліктілігі қалыптасады. Пирс зерттеуінің маңызды аспектілері: бірінші, оқу дағдыларын дамыту, оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру, мәтінді түсіну, негізгі ойды анықтау, талдау дағдыларын қалыптастыру. Екінші, қосымша оқу ресурстарын пайдалану, тест тапсырмалар, оқу материалдары және жаттығулар. Үшінші, оқушылардың қызығушылығын арттыру, әртүрлі жанрлар мен тақырыптарды оқу арқылы қызығушылығын ояту. Оқу дағдыларын дамыту, оқушыларды оқу дағдыларын дамыту үшін тұрақты оқу және талқылау әдістері қолданылады. Оқу дағдылары тек мәтіндермен жұмыс істей отырып қана емес, сонымен қатар сұрақтарға жауап беру, мәтін бойынша пікірталастар өткізу, оқушыларға негізгі ойды анықтауды үйрету. Оқушылардың қызығушылығын арттыру әдістері: оқушыларға оқу тапсырмаларын қызықты түрде ұсыну, оған яғни суреттер, бейнемазмұндар, ойындар арқылы. Оқушылар пікір алмасу, топтық тапсырмалар арқылы шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Сонымен қатар ата-аналармен де ынтымақтастық болу керек. Оқушыларды бағалау, оқу деңгейін тұрақты түрде бағалау, оқушылардың жетістіктері мен кемшіліктерін анықтау, тесттермен, жеке жұмыстар, топтық тапсырмалар мен жаттығулар арқылы бағалау. Бұдан күтілетін нәтиже білім беру саласында әсемдік басымдылықтарға көрініс тапқан құралдар негізінде алынған нәтижелерін талдауы, нақты өлшеуіштермен белгіленуі. Білім беру жүйесінің салыстырмалы бағасы мен олардың тиімділігі, зерттеу қорытындысына әсер ететін контекстегі дәйектемелерді анықтау, ғылыми дәлелденген әлемдік ақпараттық қауымдастықтың мәліметтерін алу, тәуелсіз елдер нәтижесін, сонымен қатар білім саясатын жақсарту нұсқауын зерттеуге қатысушыларға ұсыну. Пирс зерттеуіне дайындық бұл оқу сауаттылығын дамыту, қызығушылықты арттыру және оқу сапасын жоғарылату үдерісі. Зерттеу нәтижелері Қазақстанның білім беру жүйесін жетілдіруге, оқу бағдарламасын жақсартуға көмектеседі. Пирс зерттеуіне қатысу арқылы біз еліміздің білім беру жүйесінің даму бағыттарын анықтап, оқу сапасын жақсарту нақты қадамдар жасай аламыз. Бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын деңгейін халықаралық деңгейде бағалау бұл Қазақстанның білім беру жүйесінің тиімділігін арттыру жолындағы маңызды қадам болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Саламатсыздар ма? Демонстрация экраны қалай кіретінін білмей отырмын. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Баянбаева Нұржан болатыны, бастауыш сынып мұғалімімін. Абай облысы бөлім Айгөз ауданының номер 9 бастауыш аралас мектебінің бастауыш сыныбының мұғалімімін. Сіздерге ұсынылғалы отырған авторлық бағдарламам бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын дамыту деген бағдарлама. Бұл 3-4 сыныптарға арналған бағдарлама. Бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын дамыту қазіргі замандағы білім беру жүйесіндегі маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Математикалық сауаттылық тек арифметикалық есептерді шығару емес,
Бұл математикалық дағдысын, сауаттылығын дамыту, ол логикалық ойлау, талдау, салыстыру, үлгілерді тану және математикалық түсініктерді күнделікті өмірде қолдану қабілетін қамтиды. 21 ғасырдағы жаһандану үдерісі ғылым қолдану қабілеттерін қамтиды. 21 ғасырдағы қамтиды. Қарқынды даму цифрлық технологиялармен пайдалану оқушылардың математикалық білімін ерте жастан бастап қалыптастыру қажеттілігін көрсетті. Аталған авторлық жұмыс оқу бағдарламасына негізделе үлгілік бағдарламамен сабақтастықты ескере отырып құрастырылған. Бөлім тәрбие беру кезеңінде саналы, дұрыс, сапалы, коммуникативті оқу дағдыларын жетілдіру, логикалық қабылдауды дамыту, функционалдық сауаттылықтарын арттыру, пәнге деген қызығушылығын, зерттеушілік қабілетті дамытып қалыптастыруға бағытталған авторлық жұмыс. Білім беру стандартының пәндік тақырыптарын мазмұнын және де оқу сағаттарын курс бөлімдері арасындағы бөлуді, сонымен қатар пәнаралық байланысты ескере отырып, пәндер мен пән бөлімдерін зерделеудің ұсынылатын тәрбие негізінде, тәртібі негізінде құрастырылған авторлық бағдарлама. Бұл авторлық бағдарламаның басты мақсаты бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған тиімді әдіс тәсілдерді анықтау, оларды тәжірибеде қолдану және оқу үдерісінде математикалық білімді меңгерудің тиімді жолдарын ұсыну болып табылады. Ең басты міндет математикалық сауаттылық теориялық негіздерін зерттеу, оқу процесінде қолданылатын әдіс тәсілдерді талдау, логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға арналған тапсырмалар жүйесін құрастыру, цифрлық технологияларды пайдалану, оқушылардың математикалық сауаттылығын бағалау және мониторинг жүргізу. Бұл жерде мен ұсынып отырғаным түсінік хатында жалпы сапалық мониторинг жүргізу арқылы оқушылардың білім деңгейін ары қарай жетілдіру болып табылады. Зерттеудің негізгі өзектілігі бұл математикалық сауаттылық. Барлығымыз білеміз, халықаралық PISA зерттеулердің нәтижесі бойынша біздің бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығының деңгейін әлі де жетілдіру керек. Сондықтан осы бағдарламада мен осы PISA тапсырмаларын негізге ала отырып, сол математикалық сауаттылықты дамытуға бағытталған тапсырмаларды жинақтап отырмын. Енді зерттеудің жаңашылдығы ол интерактивті оқыту әдістерін қолдану, математикалық сауаттылыққа бағытталған мобильді қосымшалар мен платформаларды пайдалану, когнитивті даму негізінде математикалық сауаттылық қалыптастыру, бұл нейропсихология және педагогика әдістерін біріктіру арқылы жасалады, және де математикалық сауаттылықты өмірлік дағдылармен байланыстыру болып табылады. Менің осы авторлық бағдарламамның соңындағы күтілетін нәтиже оқушылардың математикалық сауаттылығының деңгейі артады, логикалық ойлау қабілеті мен аналитикалық дағдылар дамиды, оқушылар сандық ақпаратты дұрыс қабылдап, талдай алатын болады, және оқытуда интерактивті әдістерді қолдану арқылы қызығушылық деңгейі жоғарылайды. Бастауыш сыныпта математикалық меңгеруге деген ынта мен мотивация күшейеді. Менің айтқым келгені, бұл жұмысқа мен 2023 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Сіздерге 34 апталық 1 сағат құрайтын 34 сағаттық күнтізбелік жоспарымен 34 сағатқа қысқа мерзімді жоспарды сіздерге ұсынып отырмын. Осының алдында мен интербелсенді әдіс тәсілдері бойынша осыны зерттеп келе, осы бағдарламаға келіп отырмыз. Осы бағдарламаны облыстық конференцияда зерттеу бойынша сыныптарда да пайдаланып қорғап шықтым. Облыстық конференцияға қорғалып шықты. Бұл сертификаттар бәрі бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік.
Көріп тұрамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Барышева Арда Кажиевна, номер 4-ші жалпы орта білім беретін аралас мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Менің бүгінгі таңдағы авторлық бағдарламам ұсынып отырған құндылыққа бағытталған тапсырмалар мен жаттығуларды орындауда цифрлы платформаларды пайдаланудың тиімділігі. Бағдарламаның негізгі мақсаты бастауыш сынып оқушыларына құндылықтық тәрбие беруде цифрлы платформаларды тиімді пайдалану арқылы олардың тұлғалық, әлеуметтік және эмоционалдық дамуына ықпал ету. Бағдарлама арқылы құндылықтарға бағытталған тапсырмалар мен жаттығуларды орындау барысында оқушылардың саналы түрде құндылықтарды түсінуін қамтамасыз ету. Мұндағы міндеттеріміз бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне сай құндылықтық тапсырмалар мен жаттығуларды әзірлеу және платформаларды ұсыну. Оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін заманауи цифрлық құралдарды қолдана отырып, білім процесін ойын арқылы жүзеге асыру. Мұғалімдерге құндылықтық тәрбие беру әдістерін цифрлы платформалар арқылы меңгерту және осы бағытта көмек көрсету. Оқушылардың эмоциялық және әлеуметтік дағдыларын дамытуға бағытталған жаттығуларды цифрлы форматта орындау арқылы оларды өмірде қолдануға бейімдеу және дағдыландыру. Білім беру процесінде құндылықтық тәрбие мен цифрлы технологияларды біріктіре отырып, білім алудың тиімділігін арттыру. Бұндағы бағдарламаның өзектілігі қазіргі таңда, қазіргі әлемде цифрлы технологиялар білім берудің барлық салаларында кеңінен қолданылып келеді. Әсіресе бізде бастауыш сыныптарда жаттығуларды цифрлы платформалар арқылы орындау, олардың заман талабына сай білім алуына мүмкіндік береді. Осы арқылы балалардың цифрлық сауаттылығын арттырып қана қоймай, құндылықтар әлемін тереңірек түсінуге жағдай жасалады. Бұнда күтілетін нәтижелер және оларды тексеру тәсілдері, күтілетін нәтижелер, олар оқушылардың құндылықтық түсініктері қалыптасады. Оқушылар берілген тапсырма арқылы адалдық, мейірімділік, еңбекқорлық, сыйластық сияқты негізгі құндылықтарды қабылдай алады. Әлеуметтік және эмоциялық дағдылары дамиды. Оқушылар бір-бірімен қарым-қатынас жасау арқылы өз эмоцияларын басқару және дұрыс шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады. Цифрлық сауаттылық деңгейі жоғарылайды. Цифрлық платформаларды тиімді пайдалану арқылы оқушылардың цифрлы дағдылары артады. Нәтижелерді тексеру тәсілдерінде тест тапсырмалар, сауалнама, практикалық жаттығулар және жетістіктер күнделігі мұғалімнің бақылауы жүргізіледі. Бұнда оқушылардың құндылықтарды түсіну деңгейін тексеру мақсатында құндылыққа бағытталған тапсырмалар және оқушылар мен мұғалімдер бағдарлама бойынша кері байланыс жасау үшін сауалнамалар жүргізіледі. Құндылықтарды түсіну мен қабылдау деңгейін анықтау үшін интерактивті жаттығулар және рөлдік ойындар арқылы бағалау жүргізіледі. Әр оқушы өзінің жеке дамуын бақылау үшін жетістіктер күнделігін жүргізеді. Мұнда мұғалім осы күнделік арқылы оқушының құндылықтарды түсіну деңгейін қадағалайды. Мұнда оқушылардың өзара қарым-қатынасын тапсырмаларды орындау барысында көрінетін құндылықтың қасиеттерін бақылау арқылы бағалау жүргізіледі. Осы құндылықтарға бағытталған тапсырмаларды орындауда пайдаланылатын цифрлы платформалар мен құралдар қазіргі таңда пайдаланып жүр. Осы цифрлық платформалар пайдаланылады. Бұнда бұл платформалар арқылы мұғалімдер әртүрлі жаттығулар, викториналық сұрақтар, ойындар құралады. Құндылықтар талқылауға арналған интерактивті викториналар құруға мүмкіндік береді. Оқушылар ойын түрінде бір-бірімен жарысып, өз білімдерін тексере алады. Сонымен қатар сәйкестендіру, топтастыру жұмыстары арқылы өздерінің жарысып, өз білімдерін тексеруге ынталанады. Бұл жерде тағы да айта кетерлік, құндылықтар тақырыбында сөздік қорды байытуға, маңызды терминдарды жаттауға,
осы платформалардың көп мұғалімге тапсырмаларды беру, оқушылардың жетістіктерін қадағалау, кері байланыс орнату үшін қолайлы цифрлы платформалар енгізілген. Енді бүгінгі таңда осы цифрлық платформаларды қолдана отырып, оқушылар цифрлы платформа арқылы өздерінің орындап нәтижесін ғана көрмей, сонымен қатар құндылықтардың жүйесін қалыптастыра алады. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Жақыпбаева Гүлшат Томиргалиевна, Аягөз ауданы бойынша білім бөлімінің Рахмадиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі. Менің сіздерге ұсынғалы отырған авторлық бағдарламам «Асыл білім кітапта» деп аталады. Бұл кітапшамда бастауыш сынып, яғни екінші сынып оқушыларының әдеби кітап оқу дағдыларын дамытуға бағытталған шығармашылыққа жетелейтін тапсырмалар қолданылған. Қазіргі таңда оқуға құштар мектеп жобасы аясында мектептерде балалар кітапханасы бағдарламасы жүзеге асырылуда. Сол себепті де әдебиеттік оқу пәні бойынша шығармашылық тапсырмалар өте аз. Осы бағдарламамды алудағы себептің бірі осындай әдебиеттік оқу пәнінен қосымша тапсырмалар дайындап, оқушыларға ұсыну болды. Кітап оқу адамзат ойлап тапқан ең ғажайып құбылыстардың бірі. Рухани жан дүниеге демеу беріп, адамның адами қасиеттерін арттыратын да осы кітап. Тәрбиеміздің бастауы ертегі, жыр дастандарымызда осы бүгінгі ұрпаққа кітап болып жетті. Абай атамыздың пайда ойлама, ар ойла, талап қыл, терең білуге. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деген сөзінен ақ көп нәрсе аңғаруға болады. Сондықтан кітап оқу әр адам үшін қажет. Кітап көбірек алғыр ойлауға баулып, албырт сезімді тежеуге, ішкі барлық ойлау және сезіну қабілетімізді қалыптастыратын сезім тәрізді ми гимнастикасы болып табылады. Енді осы кітап оқуды ұйымдастыруда оқушының жас ерекшелігі басты орынға қойылды. Екінші сынып оқушылары ерекше анық түсті бояулармен көркемделген кітаптарға қызығушылық танытады. Сондықтан да алғашында шағын ертегі, өлең кітаптарды оқытып, оқыған кітаптарын талқыға сала отырып, саған қандай кітаптар оқуға ұнайды, кітап оқуға саған ұнады ма деген тақырыпта әңгіме жүргізіп, тақырыптарды таңдап алдым. Көбінесе Абай атамыздың өлеңдерін ертегі, шағын әңгіме, отбасы, ұстаз, мектеп, дос, отан, денсаулық тақырыптарына арналған өлең мәтіндерді алуға тырыстым. Бұл бағдарламамның мақсаты оқушының әдеби сауатын ашу, оқырмандық мәдениетке баулу, рухани дүниесін байыту, көркемдік эстетикалық талғамын арттыру, ізгілікті, елжанды тұлға тәрбиелеу. Мұндағы міндеттерім көркем шығармаларды оқуға сүйіспеншілігін арттыру, көркем шығарма бойынша түсінік қалыптастыру, сөйлеу тілін жетілдіру, өзіндік әрекеттілікке баулу, оқушы тұлғасын тәрбиелеу. Енді осыдан шығатын күтілетін нәтиже әрбір оқушы өзін-өзі дамытуына, өз мүддесімен қызығуын қанағаттандырып, қабілетіне сай білімін ұштауына ықпал жасайды. Кітап баланың ой өрісін жетілдіріп, білімін арттырады. Рухани байлық кітап оқу арқылы молаяды. Баланың ойлау өрісі артады. Өз ойын қысылмай еркін жеткізеді. Табандылық, тапқырлық қасиеттерді қалыптастырады. Оқушының өз бетімен кітап оқуын үйретуде оқушы сауаттанады, сөздік қоры ұлғаяды, ойын еркін жеткізе алады. Сөйлегенде мәдени әдеби тілде көптеген сөздердің баламасын тауып айтып, өз ой бойынша мазмұнын айта алады. Көркем әдебиетті үнемі оқитын оқушылар әдебиетті сурет бойынша сөйлегенде шешендік қабілеттері көрсете біле сөз таңдай алады. Енді осы бағдарламада мынадай оқу әрекеттері жүзеге асты. Оқу дағдысын, яғни дұрыс оқуын, түсініп оқуын, мәнерлеп оқуын, және жаттауын, өлең, мәтіннен үзінді, халық ауыз әдебиетінен үзінді, көркем әдеби сөздер, әңгімелеу, қысқартып, толықтырып, таңдау бойынша жазба жұмысы, сөздік, тіл дамыту жаттығулар, эссе, шығарма, мазмұндама жазуда балалар көптеген жұмыстар атқарады. Бұл жаңа айтқандай асыл білім кітапта курсының тақырыптық жоспары бойынша барлық 34 сағат берілген, аптасына бір рет, әр аптаның бір күнінде ата-аналардың
рұқсатымен осындай курс жүргізіп отырдым. Мынау сағаттары. Енді бұдан шығатын қорытынды, әр сабағымда психологиялық ахуал тудыра отырып, сабаққа деген қызығушылығын ояту арқылы ой қозғап тақырыптарды аша алдым. Сабақта оқушылардың тақырыпты түсінуіне қарай жекелеме, жұппен, топпен жұмыстар жүргізіп отырдым. Сабақ барысында әртүрлі әдістер арқылы оқушыларды дамытуға тырыстым. Көбінесе Блум таксономиясы бойынша жеңілден күрделіге қарай тапсырмалар орындатып отырдым. Сабақ соңында кері байланыс беріп, рефлексия жасалды. Қорытындылай келе, бұл бағдарламамның оқушыларға пайдасы өте көп дейді. Оқушылардың оқу техникасы артты, ежіктеп оқитын оқушылардың саны азайды. Өз ойын қысылмай еркін айтуға үйренді. Ертегі кейіпкерлерін рөлге бөліп сахналауды үйренді. Суреттерге қарап әңгіме құрай алды. Бұдан енді шығатын қорытынды, балаларымыз әртүрлі суреттер берілген, сіздерге көрсетіп отырмын. Осы менің енді тыңдағандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет сізге де. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Сейітжанова Меруерт Ахметбековна, Аягөз ауданы номер 5-ші жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Менің авторлық бағдарламаның тақырыбы математика және логика 3-ші сыныптарға арналған. Бағдарлама оқушылардың математикалық білім тереңдетуге, логикалық ойлау қабілетін бағыттауға бағытталған. Балалардың шығармашылық қабілеті мен танымдық қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі логикалық ойындар, есептер мен практикалық тапсырмалар енгізіледі. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың пәннен алған білімдері бойынша тапсырмалар орындау арқылы ойлау, есте сақтау, зейіндерін қалыптастыру, шапшаңдыққа, ұйымшылдыққа, тапқырлыққа баулу. Міндеттері: оқушыларды өз бетімен белсенді жұмыс жасауға үйрету. Оқушылардың білімдері мен дағдыларын берік қалыптастыру. Оқытуды өмірмен байланыстыру, логикалық ойлау қабілетін дамыту. Математикалық тілде сөйлеу машығын қалыптастыру. Жұмыстың өзектілігі: бағдарламаның алдында тұрған негізгі талап оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Сонымен қатар математика пәнінде күнделікті өмірде кездесетін есептерді шығаруға үйрету, тез есептеуге баулу. Сыни ойлап, шығармашылық пен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру. Есептің мағынасын, есепте берілген іс-әрекеттері толығымен түсінуге, есептің шартын жазуға қалыптастыру. Математикалық сауаттылығы оқушылардың жазба мәтіндерді түсінуі және қолдануы, мәтін барысында ой толғауы, жаңа білім игерудегі әдіс-тәсілдерді қолдану. Әлеуметтік ортаға бейімделуі секілді қабілеттерін ашу. Оқушылардың бойында білім-білік дағдыларын, мәтінді оқу, ақпаратты қабылдау, мәтін ішінен іс-әрекетті белгілеу, ақпараттан түйінді ойды жинақтау, мәтіннің мазмұнын бағалау арқылы сауаттылық деңгейін арттыру. Жұмыстың ерекшелігі: жаңашылдық немесе қолданыстағы бағдарламалармен салыстырғанда осы бағдарламаға енгізілген жаңа түсініктемені қалпына келтіру мақсатында ұсынылған авторлық бағдарлама жаңартылған білім мазмұнына негізделген типтік үлгілі бағдарлама мақсаттарына сүйене отырып құрастырылған. Оқыту әдістері: топтық және жұптық жұмыс, логикалық ойындар, сурет пен кестемен жұмыс, интерактивті жаттығулар мен практикалық тапсырмалар орындау. Бағдарламаның тәжірибелік эксперименттік тексеруі: бағдарлама 2 жыл бойы 3-ші сынып оқушыларымен жүргізілді. Бастапқысында олар сауалнама, тест, бақылау жұмысы болды. Орталық кезеңінде сабақтар барысында логикалық ойлау, шығармашылық белсенділік пен пәнге қызығушылығы бақыланды. Қорытынды кезінде бақылау жұмыстары, шығармашылық тапсырма, сұхбат болды. Салыстырмалы түрде оқушылардың оқу жетістіктерінде 10 өзгерістер байқалды.
Осыдан күтілетін нәтиже оқушылар қабілетіне қарай мемлекеттік стандартқа сәйкес сапалы білім алады. Еркін әрі сыни ойлай білетін, белсенді, білікті, өзін өзі тани алатын, өзіне сене отырып, білімге жауапкершілікпен қарайтын тұлға қалыптасады. Есеп шығару жолдары жүзеге асырылады. Түпкі нәтиже білім сапасын арттыру. Қорытындылай келе, бұл бағдарлама 3 сынып оқушыларының логикалық ойлауын, зейінін, есте сақтау қабілетін дамытуға, математикалық білімдерін кеңейтуге бағытталған. Оқыту процесі ойын түріндегі тапсырмалармен, ребустармен, бас қатырғыштармен және стандартты емес есептермен қызықты әрі мазмұнды ұйымдастырылады. Бағдарлама соңында оқушылар логикалық тапсырмаларды еркін шеше алатын, математикалық ойлау мәдениеті қалыптасқан тұлға ретінде қалыптасады. Назарларыңызға рахмет.